Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Сіздермен апта жаңалықтары, мен Абдирова Дильназ. Мектебімізде қаңтар айының 21-22 күндері қашықтықтан өткен мамандықтар әлемін ашамыз атты республикалық форумның аудандық кезеңіндегі мамандықты таңдайтын уақыт атты номинациясы бойынша Сырымбетова Анар Шамшадинованың жетекшілігімен қатысқан 6-шы Ә сынып оқушысы Әбілхан Мерей 3-ші орын иеленді. Мамандық кеше, бүгін, ертең вайндар байқауынан Сапарбаева Индира Келисовнаның 8-ші Г сынып оқушылары Тобылбаева Аягөз 2-ші орын, Улманбетова Шырын жүлделі 1-ші орын иеленді. Облыстық байқауға жолдама алды. Облыстан жүлдемен оралуына тілектеспіз Шырын. Республикалық Ұшқыр ой алаңы дебат турнирінің мектепшілік жаңа ғасыр дебат клубының ұйымдастыруымен дін және жастар тақырыбы бойынша дебат сайысы өткізілді. Мақсатты діни экстремизмнің алдын алу бойынша жастардың діни сауаттылығы, терроризм мен діни экстремизмнің алдын алу және онымен күресудің жолдары, қатер төндіретін жат діни ағымдардан сақ болуға, жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелеу. 2022 жылдың 20 қаңтар күні Қармақшы ауданы нөмірі 250 мектеп лицейінде өткізілген Ұшқыр ой алаңы республикалық дебат турнирінің аудандық кезеңіне мектебіміздің 10-шы Ә сынып оқушысы Умертаева Рожан қатысып, жүлделі 2-ші орын иеленді. Құттықтаймыз! Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтары мүшелерінің 2021-2022 оқу жылына арналған жұмыс жоспарының 15-ші тармағына сәйкес Адал ұрпақ ел тірегі тақырыбында бейнеролик байқауына мектебіміздің Адал ұрпақ еріктілер клубы мүшелерінің жұмысы облыстық кезеңге ұсынылды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі аптада кездескенше аман болайық.